Келесі 525 есептің біріншісін шығарайық. Модуль 2х тең 6-ға. Модуль ішінде x-ті өзін алып қаламыз да 6 бөлінген 2 дейміз. Сонда x-іміз тең болады 3-ке. Сонда модульдің ішіне x орналасқандықтан екі жағдайды қарастырамыз. X-іміз тең болады минус 3-ке, екінші жағдайымыз 3-ке тең болады деп. Келесі екіншісін шығарайық. 3x тең 12-ге. X тең 12 бөлінген 3-ке. Сонда x-іміз тең болады 4-ке. Екі жағдайды қарастырамыз. Бірі минус 4-ке, екінші жағдайымыз 4-ке қарастырады. 4-ке тең болады екен. Келесі үшінші есебін шығарайық. 5x модульдің ішінде қосылған 3 тең 8-ге. 5x-тің өзін жазып аламыз да 8 азайтылған 3 дейміз. Сонда 5x тең 5-ке. Сонда x тең 5 бөлінген 5 болады. Сонда x-іміз тең болады 1-ге. Сонда екі жағдайды қарастырамыз. Минус 1-ге және 1-ге деп. Келесі төртіншісін шығарайық. 4x қосылған 5 тең 17-ге. 4x тең 17 азайтылған 5. 4x тең болады 12-ге. X-іміз тең 12 бөлінген 4. Сонда x тең болады 3-ке. Модулдің ішінде енді екі жағды қарастырайық. Ол біріншісі минус 3 болады, екіншісі 3-ке тең болады. Келесі бесіншісін шығарамыз. Минус 1,5x минус 2 тең 4-ке. 1,5x-тің өзін жазып қоям. 4 қосылған 2. 1,5x тең 6-ға. Сонда x-іміз тең 6 бөлінген 1,5. Сонда x болады тең бізде. X тең болады минус 4-ке. Екінші жағдайда 4-ке тең болады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 7 минус 6x тең минус 5-ке. 6x тең 7 қосылған 5 болады. 7 қосылған 5. 6x-іміз тең болады екен 12-ге. X тең бөліп жіберетін болсақ 2-ге тең болады. X-іміз тең болады минус 2-ге және 2-ге тең болады екен. Келесі 526 есебіміз. Қауыздағы су құбырдан сыртқа ағып жатыр. Қауыздағы судың деңгейі бұдан 3 минут бұрын 1 метр 20 сантиметр еді. Енді қазір 75 сантиметр болды. Қауыздағы судың деңгейі 1 минутта неше сантиметрге төмендейді деді. 3 минут бұрын ол 1 метр 20 сантиметр еді. Оны сантиметрден айналдыратын болсақ 120 сантиметр болған 3 минут бұрын. Дәл қазір енді 75 сантиметр. Яғни қанша өзгергенін білу үшін азайтамыз. 120-дан азайтамыз 75-ті. Сонда нәтижесі 45-ке тең екен. Яғни 45 сантиметрге өзгерген. Енді ол 3 минут бұрын болғандықтан 45 санын бөлеміз 3-ке, сонда 15 сантиметрге өзгереді екен. Сонда 1 минутта
15 сантиметрге өзгеріп отырады екен. Келесі 527 есептің пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз дейді. Бірінші есебін шығарайық. Так, x көбейтілген 8 тен 24 көбейтілген минус 7 деп жаза аламын. X көбейтілген 8 тен минус 168-ге. Так, x тен минус 168 бөлінген 8. Да, x-іміз тен болады минус 21-ге. Келесі екіншісін шығарайық. X көбейтілген 5 тен 10 көбейтілген минус 9. Сонда x көбейтілген 5 тен минус 90. X тен минус 90 бөлінген 5-іміз тең болады минус 18-ге. Үшіншісін шығарайық. X көбейтілген 1,2 тен минус 5 көбейтілген минус 6. X көбейтілген 1,2 тең болады 30-ға. X тен 30 бөлінген 1,2 нәтижесі тең болады бізде. Так, 25-ге тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. X көбейтілген 4 тен минус 3,5 көбейтілген 20. X көбейтілген 4 тең көбейтілген нәтижесі минус 70-ге тең болады. X тен минус 70 бөлінген 4 нәтижесі тең болады. Сонда сен минус 17,5-ге. Келесі бесіншісін шығарайық. Так, x көбейтілген 3 тен 15 көбейтілген минус 1,9. X көбейтілген 3 тен 15-ті 1,9-ға көбейтетін болсақ, нәтижесі 28,5-ге тең болады. Минус таңбасы. Так, x тен минус 28,5 бөлінген 3 тең болады. Нәтижесі 99,5-ге. Таңбасы минус болады. Келесі алтыншысын шығарайық. Так, минус y көбейтілген 4,1 тең 20 көбейтілген 5 көбейту минус 7. Так, минус y көбейтілген 4,1 өзін жазып қоямын. Тең екеуінің көбейтіндісі. Так, былай жазсақ та болады негізі бірденше. Көбейткенде нәтижеміз 143,5-ге тең болып, таңбасы минус y тен минус 143,5 бөлінген 4,1. Минус y-іміз тең болады минус 35 санына. Осы жерде минус 1-ге көбейтіп жүретін болса, y-іміз тең болады бізде 35-ге.